Назары қазір әлеуметтік желіде телевизиядан беріліп жатқан мәжіліс депутаты Ринат Заитовтың сөзінде, өйткені ол ортамызда тұр. Сіз аттай қалап арнайы шақырыңыз дедіңіз, беттестіріңіз бізді. Осы жерде Ринат айтқан сөзін қайталай ма, я болмаса біздің уәжімізді тыңдай ма деген ойыңыз болды. Қадап тұрып, Ринат мырза әр отбасының шығынын сіздің министрлік өкіліне айтып берді. Триллион, миллиард дегенге тілі келмейтін ауылдағы ағайынға қиын болмай ма мынау 85 деген сіздің ең төменгі жалақының межесі аз емес пе деген сөзі парламентте мінберде айтылды. Ринат, осында сөз өзіңізде. Жақсы, көптен көп рахмет, көргеніме қуаныштымын. Жалпы менің бетімізге кеп айтама дейтіндей емес, мен бұл сұрақты ең бірінші 2000 қателеспесем 22 жылы ол кезде министр Тамара Босымбек қызы Дүйсенованан бастап бір қатар адамдарға театр директоры бола тұра ашық хат ретінде жолдаған болатын. Ең әуелде, Сәкен мырза, мен сізден бір нәрсені өтінемін. Кәсіби біліктілігі жоқ деген сөзді қолданысыңыздан алып тастаңыз. 85 мың теңге алып отырған, ол жоғарғы білімі бар кітапхана қызметкерлері, жоғарғы білімі бар музей қызметкерлері. 90 мың теңге алып отырған кәсіби біліктілігі ерекше өрт сөндірушілер. Сондықтан сіз үйтіп қызметкерлерге, халыққа бәле жаппауыңызды өтінемін. Бұл жерде тұра тұрыңыз, мен сіздің сөзіңізді бөлгем жоқ, мен сөйлеп алайын. Енді бұл кісілердің әңгімелері экономика, анау, мынау дейді. Мен түгелін түсінуге тырысайын. Бірақ бұл министрліктің ең басты атауына келейік. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Демек, бұл министрлік ең әуелде халықтың әлеуметтік жағдайынан түрткі алу керек. Жаңағында есептеріңізді 100 компьютер шығарып берсе де, сіздер осы елдің азаматтары ретінде мойындарыңызға жүктелген міндетті атқарып отырғанда, ең әуелі президент сіздерден сұрады, 85 мың теңге жете ма, жетпей ма деп. Сіздер жетеді дедіңіздер. Міне содан кейін президент оны шығып жолдауында айтты. Ал халық не деді? Президент бізді ойлап отырған жоқ деді. Біздің жағдайымызды ойлап отырған жоқ деді. Олай болса, Ринат, менің сұрағым, Сәкен мырза, сізге 85 мың теңге, мысалы, 1 миллион 800 мың адамның, оның ішінде бюджет саласының еңбек ететін 350 мың азаматтың жалақысы. Біріншіден, инфляцияны қуып жетудің амалы ма? Мынау 1 800 000 адамның жағдайын жақсарту ма? Не мақсат? Енді біріншіден бүгінгі күні осы төменгі жалақы алып отырған азаматтардың мынау 70 мың теңге күйінде бекітілуі, ең төменгі жалақы, бұл солардың бүгінгі күні мен кәсіби біліктілігі жоқ, жалдамалы жұмысы мамандардың осы 1 миллион 800 мың адам кіреді. Сол азаматтардың бүгінгі күні әл-ауқатын арттыруын алып келеді. Ал сіздің айтып отырған 85 мың теңге алып отырған ол айлықты кәсіби біліктілігі жоқ. Ринат мырза, мен сіз сөзіңізді білген жоқпын. Енді қараңыз, сіз айтып отырсыз маған 85 мың теңге кітапханашы алады деп отырсыз. Ол бүгінгі күні төменгі жалақы емес қой. Бүгінгі төменгі жалақының көрсеткісі 70 мың. Олар 70 мың алып отырған, мына 85 мың енді солар алады. Енді қараңыз, сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Айналып келіп еңбек министрлігіне тиісіп отырсыз. 11-93 деген қаулы бар, кеше вице-министр сізге де айтып өтті. Жыл сайын әрбір министрлік, соның ішінде мәдениет министрлігі, сол кітапханашы болсын, сол әртіс болсын, сол театрда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысын өсіру бойынша өздері ұсыныс беру керек. Біз келесі жылы 20-30%-ға өсірейік дейді. Сөйтіп барады, бюджетті қорғайды. Ол бюджет сіздердің алдарыңыздан өтеді. Дұрыс па? Дұрыс. Демек, сәйкесінше бүгінгі күні еңбек министрлігі, әр министрлік қандай өзгерістер жалақыны көтеріп ұсыныс білдіреді, ол мемлекеттік бюджеттен қолдаудан өтетін болса, сол қаулымен бекітіледі. Осы уақытқа дейін Аймағамбетов мырза да мұғалімдердің жалақысын көтеремін деп ұсыныс берді, ол көтерілді. Биылдың өзінде де денсаулық сақтау министрлігі ұсынысын білдірді, қыркүйектен бастап та оның жаңағы дәрігерлердің жалақылары да өсіп жатыр. Демек, бұл айналып келгенде бірінші кезекте сол бюджеттік мекемеге қарасты мемлекеттік органдар ұсыныс білдіру керек. Сәйкесінше еңбек министрлігі соны қаулымен бекітеді. Сіз айтып отқан 85 мың теңге кітапханашы болсын, ол әртіс болсын, соның жалақысын көтеріп осы қаулымен енгізеді. Енді кеше 85 мың біздің вице-министр Аманат партиясының жиналысына қатысты. Сол партияда, яғни мәдениет саласының қызметкерлері, соның ішінде кітапханашылардың қызметкерлерінің жалақысын өсіруге бар. Ол кезде сіз болған жоқсыз жазғы күні. Сол кезде вице-министр айтты, бүгінгі күні 85 мың жалақы алып жатса, азаматтар демек осы жалақыға күн көріп жатыр. Бірақ бүгінгі күні менің келуім осы
жиналысқа қатысуым осы мәселені қарастырып, мәдениет саласының қызметкерлерінің жалақысын өсіруді біз қарастырамыз, өзгерту енгізуге келдік деді. Бірақ та бір мәселеден шығу керек. Сіздің кешегі уәжіңіз бар, мен сізге айтып өттім жаңа ғана. Бұл егер мәдениет саласының қызметкерлері болатын болса, сол өтінішіңізді Балаева ханымға жолдаңыз. Мәдениет саласының қызметкерлерінің жалақысын көтерейік деп, осы мәселемен көтеріп сіздер енгізсеңіздер болады. Оған ешкім шектеу қойып жатқан жоқ. Бола ма? Иә. Жақсы. Сәкен мырза, сіздің сөзімді өлмеңіз дейсіз, бірақ сіз қайта-қайта бір нәрсені қайталап отырсыз маған. Жасалды, биылдан бастап, ол 85 мың шеткі. Жақсы 85 мың теңгені алып тастайықшы. Менің сұрағым негізгі былай болатын. Сіздер оны қалай, ақылға қонымсыз нәрсені қалай есептедіңіздер 85 мың теңгені? Қарапайым арифметика болады, күнкөріс. Енді сіздің сөзіңізге келейік. Сіз жаңа айтасыз, біз 1 жастан 4 жасқа дейінгі өтемақы төлеп отырмыз дейсіз. Мысыққа тамақ бергенде мұрнынан шертпей ақ қойыңыздар. 13.800 теңге беріп отырғандарыңыз. Bir балаға күніне 465 теңге. Қазір памперстің бір пашкасы қанша? Жете ма? Басқасын айтпағанда. Қалай есептеп отыр бұл кісілер? Неге бұл кісілер осында есепті алып шығады? Неге бұндай есептерді біздің жоғарғы биліктің аузына сап береді? Мені мазалап отырған осы. Жақсы. Сіз жаңа тағы бір сөзіңізді айттыңыз. Ой, жұмыс беруші өзі білет, ары қарай қанша төлейтін дедіңіз. Бұл да сіздердің қателіктеріңіз, беттеріңізге айтайын. Оған дәлел. Мынау Қазақтелеком ұлттық компаниясы сіздердің заңдарыңызды пайдалана отырып, 23 жылы, 22 жылғы берген есептеріне байланысты Қазақтелекомның 4-ақ менеджері бір жылда 422 миллион 159 мың теңге үстемақы алған премия. Яғни орташа бір адамға 105 миллион 530 мың теңге. Айна. Жылына. 21 жылы Қазақтелекомның 9 мүшесі 500 миллион 435 мың теңге вознаграждение премия алған. Жан басына шаққанда 55 миллион 600 мың теңгеден шығады. 20 жылы 425 миллион 960 мың, 19 жылы 625 мың 786. Ринат. Қараңыз, неге жаңа біздің министрлік айта беріңіз, ана кімге барыңыз, мәдениет министрлігіне? Жоқ, сіздер заңды реттеп алыңыздар алдымен. Ең төменгі жалақы дедіңіздер ма? Жаңағы өздеріңіз айтқан ана орташа айлықтың есебінен алыңыздар. Орташа айлық бізде 250 мың теңге деген сөзді бәріңіз айтып жүрсіздер. 300 мың теңге қазір. Дұрыс па? Енді оның жартысы қанша? Менің айтып отырғаным осы ғана. 85 мың сіздердің айтып отырғандарыңыз. Ол қиянат халыққа жасалып отыр. Өзін-өзі ақтайтын. Енді сіздердің айтып отырғандарыңыз бүгінгі күні жалпы жалақының тең жартысын бер деп отырсыздар. Ал біз әдістеген әдістеме бұл барлық мемлекеттік, барлық болсын Америка болсын, Еуропа елдері осындай медиандық жалақыны ескеріп, жаңағы еңбек. Енді биылғы жылдың, Сәкен қараңыз, биылғы жылдың басынан бастап, инфляция деңгейі 20-21%-ға дейін жетіп отыр. Азық түлік 26%-ға дейін қымбаттап кетті, 24-тің басында, келесі жылдың басында дәл осы сценарий қайталанбайтынына кімге қайталанады ғой? Экономистер мысалға осы кішкене болса да зейнетақы болсын, жаңаға балаларға беретін әлеуметтік көмек болсын, сәл өскен кезде міндетті түрде біздің жаңаға нарықтағы бүкіл бағалар өсе бастайды. Ол бізге таңсық емес, 30 жылдан бері көріп келе жатқан, көзіміз жетіп келе жатқан нақты факт. Ал енді сіз жаңа Америка деп айтып жатсыз, ол жердегі барлық осылай есептеледі деп жатсыз. Жаңа миллион теңге алса да жетпейді деп жатсыз. Бұл жерде миллион теңгелік әңгіме жоқ. Яғни ол миллион теңге алатын болса, оның жаңағы талабы, требованиесі басқа. Яғни ол миллион теңге алатын адам, ол басқа жерден тамақ ішеді, басқа жерден киім киеді деген сияқты сондай жағдай. Бұл жерде ол мүлдем алынып тасталу керек. Сосын мына жаңа Америкада жұмыссыздық деңгейін, жұмыссыз отырған үйінде адамның өзіне әр адам басына $2000 жаңағы өтемақы беріліп отырады. Біз олардың есебіменен егер келетін болсақ, онда олардың күнкөріс деңгейі есептеңіз 85 мың теңгеменен $2000 мөлшерін қалай шыққанын есептей беруіміз керек. Енді мысалға ұлттық жаңағы Бауыржан мырза өзінің сөзінде атап кетті, біздің елімізге кірген кіріс, жалпы ішкі өнімнің айналымындағы елге кірген кіріспенен сол ортақ бөлінген кезде, бұл әрине жаңағыдай кез келген сөзді айналдырып алып келіп, ол халыққа келгенде осылай бермеудің жолын көп құрастыруға болады, бірақ дегенмен де осы бағдарлама дайындаған кезде сіздер отандық осындай экономист эксперттердің кеңесіне жүгінесіздер ме? Кеңесіне жүгінеміз. Бұл тек қана біздің отандық қана емес, бұл
жоқ, бізге маңыздысы отандық, өйткені осы жерде туып өсіп, осы жердің азық түлігін сатып алып отырған, нақты шынайы жағдайды көріп отырған экономистер. Бір нәрсе айтайын, осы алдыңғы бағдарламалық былтырғы жылдар, ол кезде Сұлтанов мырза, ол кезде министр болған, сауда министрі, ол кезде азық-түліктің бағасы қымбаттауына байланысты үлкен пікірталас болды. Сол өкілі өзіңіз сияқты келіп ақпарат айтқан кезде жаңағы біз осы енді тәуелсіз сараптама ретінде бізге оны жалақы да керек жоқ ол жерде. Біз осы халықтың айтып жүрген дүниесін ғана айтамыз. Сондай сол кезде бір-ақ рез білемін, мысалға осы уақытта қазіргі уақытта бір сарапшы деген жаман жақсы атағым бар ғой. Сол кезде сол бір ғана министрліктің бір мені осындай кеңеске құрғандығы. Ең төменгі жалақының мөлшері жақын ТМД мемлекеттері: Белоруссия 101.570 теңге, Арменияда 90.580, Қазақстан 85.000 деп белгілеп отырмыз. Ресей 79.838, Өзбекстан 37.285 теңге, Қырғызстан 12.221 теңге. 885 деп қатып қалмайды ғой деп отырсыз. Ләззат ханым, оған тағы бір жыл керек қой дейді. Инфляция жаңағы 15-ті сіз инфляциядан төмен болады деп жағдай оңтайлы шешіліп жатқандай көрінеді, бірақ дегенмен дәл солай бола ма, болмай ма? Айтайын сөз. Жалақының алғашқы базалық тағайындалған мөлшері қанша? Ең төменгі жалақының? 70.000 теңге. Бүгінгі күні 70.000 теңге. Алғашқы базалық бекітілген мөлшері дедім. Базовый ставка дейді орысша. Қанша? Бүгінгі ең төменгі жалақы 70.000 теңге. Қой өтірік айтпаңыз. 17.697 теңге. Сіз кішкене ол жағына сауатыңызды ашып алыңыз. Сондықтан бұл өзгермеген бәленбай жыл болды. Зардабы осы жерде тұр ең бірінші. Осы базалық тағайындауды бірінші өзгертіңіздер. Сонан кейін меже қойылсын. Үстемақыға, жаңа ұлттық компанияларға әрқайсының ақшасы қадағалансын. Оның сыртында ең бірінші 85.000 теңге ешқайда жетпейтінін мойындап, бір тілде қағаз жазып берсеңіздер, басқа министрлікпен сіздердің айтқан экономикаңыз жайлы, ақшаны айналамыз жайлы, оны басқа министрліктермен талқылаймыз. Сіздердің міндеттеріңіз осы халықтың шынайы жағдайын бет пердесіз әкеліп ашып, нәтижесін шығарып беріңіздер. Біз халықтың жағдайын бәрін ескеріп, бүгінгі күні атқарып жатқан шараларымыз халықтың жағдайын әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Егер өзіңіздің сауатыңыз бәрі мықты болатын болса, депутаттық өзіңіздің лауазымыңызды пайдаланып, экономикада қалай есеп-қисап жүргізіледі, бүгінгі күні жаңағы жалақы қалай есептеледі, соның бәрін меңгеріп, яғни басқа министрліктерге жалақы болсын, инфляция деңгейі болсын, жаңағы сіз айтып өткен театр қызметкерлері болсын, ұсыныңыз, айтыңыз, депутат ретінде құзыретіңіз бар ғой. Театр қызметкерлерді ол бір жаққа бұрмаңыздар. Ол бәленбай одан кейін сізге де айтайын, тағы да Қазақтелеком болсын, ол яғни цифрлық даму министрлігіне қарасты жаңағы мекемелер, басқа Самұрық-қазына болсын, ол да басқа мекемелер. Сондықтан айналып келіп, оны бір еңбек министрлігіне айналып келуге болмайды. Ұсыныс айтыңыздар, депутатсыздар ғой. Норма кімдікі үкімет басшысына жолдаңыздар. Норма кім бекітті? Қай министрлік? Норманы. Үстемақыны мекеме өзі біледі деген. 50 секунд. Енді бүгінгі күні, яғни 11.93 қаулысы бар, бұл яғни барлық мемлекеттік мекемелер үшін бекітіледі. Яғни бұл оған қатысты мекемелер, яғни осы еңбек министрлігі осы нормамен ғана жұмыс істейді. Ал сіздің айтып отқан нормаларыңыз, яғни бұл ұлттық компаниялар болсын, рахмет. Олардың бекіткен нормалары. Қазір еліміздегі басында баспанасы бар, ішіп жемін алаңдамайтын, жылына 1-2 мәрте шетелге шығып, демалып келе алатын орта таптың үлесі 10%-ға ғана жетпейді. Көпшілік айлығын, шайлығына әрең жеткізіп күнелтіп жүр. Ал мемлекет әлеуметтік экономикалық тұрғыдан тұрақты болу үшін халқының жартысынан көбі сол орта тапқа жатуы керек. Бүгінгі хабарымыздың нүктесі осы ғана.